Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен баламның іші желденген кезде жасайтын массаждың түрлерімен сіздермен бөліскім келеді. Мені қолдап лайк баса отырыңыздар. Мен кәдімгі қойдың құйрық майымен массаж жасаймын. Сіздер оның орнына присыпка не болмаса массажға арналған май алсаңыздар болады. Бірақ бізге неғұрлым осы маймен жасаған ұнайды. Қолымызбен осылай кезек-кезек жоғарыдан төмен қарай жүргізе отырып массаж жасаймыз. Осы массаждардың арқасында балам күнделікті үлкен дәретке отырады және желін өзі шығарып алады. Мен ешқандай да дәрі бермеймін. Міне екі қолымызбен кезек-кезек осылайша баланың ішіне массаж жасаймыз. Жұмсақ түрде жасаймыз. Және қолымыздың сыртына да құйрық майды жағып алып, қолымыздың сыртымен осылай үтір қойған секілді іштің кіндіктің тұсына, ішек жолдарына осылай массаж жасаймыз. Және баланың аяқтарын ішке бүгіп жазып велосипед жаттығуын да жасаймыз арасында. Бұл жаттығуларды аш қарынға жасаған дұрыс. Баланы тамаққа тойдырып алып, былай жасаған дұрыс емес. Себебі бала ол кезде құсып жіберуі мүмкін. Аш қарынға осылайша екі қолымызбен кезек-кезек баланың ішіне массаж жасаймыз. Мен күнделікті осы жаттығуларды 2 мезгіл жасаймын, таңертең және кешке. Ал сіздер қандай массаж түрін не болмаса қандай дәрілерді қолдандыңыздар колик кезінде? Комментарийге жаза кетіңіздер. Назарыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.